Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бірге ашытуды қажет етпейтін 15 минутта дайын болатын пицца әзірлейтін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 15%-ық 4 ас қасық қаймағымызды салып, оның үстіне 4 ас қасық майонезімізді қосып, жақсылап тұрып бір араластырып аламыз. Одан соң 2 жұмыртқамызды жарып, тағы да араластырып, жарты шай қасық тұзымызды, жарты шай қасық разрыхителімізді сеуіп, тағы да бір араластырып аласыздар. Одан соң осының үстіне 10 ас қасық ұнымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырасыздар. Мінекей, дәл осындай масса болуы қажет. Салмасына сырымызды өткіштен өткізіп аламыз. Колбасамызды дөңгелетіп кесіп аласыздар. Енді қамырымызды ыдысымызға дөңгелетіп жайып шығамыз. Қатты қалың да болмау қажет, қатты жұқа да болмау қажет. Орташа ғып дөңгелетіп жаясыздар. Негізі бұл жерде кетчуп болса, әдемі қызарып тұратын болады. Менде үйде кетчуп болмай қалғандықтан майонез бетіне жағып шықтым. Енді осының үстіне сырымызды себелеп сеуіп шығамыз. Осының үстіне кесілген колбасаларымызды орналастырамыз. Қалауларыңызға қарай помидор, тәтті бұрыш қоссаңыздар болады. Осыны қызып тұрған 200 градустағы пешімізге 15 минутта пісіріп алатын боламыз. Жып-жұмсақ, өте дәмді, 15 минуттан ғана пісіп шығатын пиццамыз дайын. Ешқандай ашытуды қажет етпейтін пицца. Жасап көріңіздер, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар және достарыңызға поделиться етіп бөлісіңіздер. Қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға үлкен рахмет, ас болсын.